Бұл видеода сіздер оразаны не бұзады, не бұзбайды, оразаны кімдерге ұстауға міндет, оразадан кімдер босатылған, жүкті әйелдерге ораза ұстауға бола ма, болмай ма, осы және басқа да сұрақтардың жауабын алатын боласыздар. Осы видеодан кейін сіз анау бола ма, мынау бола ма деп әрбір ұстазға жазып, имамдарға жазып қиналмайтын боласыз. Міндетті түрде видеоны көріңіздер және жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгін сіздермен оразаның фиқхы туралы сөйлесетін боламыз. Жалпы бұл видеода сіздер оразаны не бұзады, не бұзбайды, оразаны кімдерге ұстау міндет, оразаның түрлері жайында білетін боласыздар. Каналыма қош келдіңіздер. Жалпы ораза сөзі араб тілінде ас-саум деген мағынаны береді. Саум сөзі бұл тоқтау, тоқтату, тартылу деген мағынаны береді, яғни бір нәрседен тыйылу деген. Ал егерде шариғаттағы мағынасына келетін болсақ, ақыл-есі дұрыс, балиғат жасына толған және денсаулығы жарайтын мұсылманның таңнан кешке дейін ішіп жеуден және жыныстық қатынастан тыйылуын ораза деп айтады екенбіз. Енді осы жерде біз не нәрсеге мән беруіміз керек? Біздің шариғатымызға дейін адамдарда, қоғамда ол сөзден де тыйылу ораза болып саналатын болған. Яғни оны Мариям анамыздың қиссасынан көрсек болады. Алла Тағала Мариям анамызға сөйлеуден ораза ұста дейді. Ал біздің шариғатымызда тек қана ішіп жеуден және де жыныстық қатынастан тыйылу арқылы біз оразаның негізгі міндеттерін орындаған болып саналады екенбіз. Енді жалпы оразаның пайдасына келетін болсақ, оның денсаулықтағы пайдасын бүгінгі медицинада өте көп дәлелденіп жатыр. Оның ішінде тіпті голодание деген сияқты арнайы бір денсаулықты емдейтін сондай емдеу жолдары да ашылып жатыр. Алайда шын мәнінде оразаны ұстау бұл адамға егер дұрыс тамақтанатын болса өте көп пайдасы бар екен. Сол сияқты адамның интеллектуалдық дамуына да, яғни аш жүру бұл өте көп үлкен көмегін көрсетеді екен. Сонымен қатар көптеген кісілер мысалы бізге де жазып жатады, осы ораза ұстау арқылы асқазандарын емдеген, басқа да ауруларын емдегендігі жайында. Бүгінгі күні ең көп тараған семіздік ауруының да емі осы ораза ұстауда жатыр екен. Алайда біз ол мақсатта емес, тек қана Алла Тағалаға иман келтіріп және сауабынан үміт ете отырып оразаны ұстауымыз қажет екен. Және шариғаттағы пайдасына келетін болсақ, оразаның сыйын Алла Тағала мен берем дейді. Себебі басқа амалдардың сыйын Алла Тағала 10 сауап, мынандай сауап деген сияқты белгілеген. Алайда дәл осы ораза мен сабырдың сауабын Алла Тағала есепсіз дейді. Яғни сыйын өзім берем дейді. Ал оразаның ішінде сабыр етудің де сауабы бар екен. Сондықтан да қиямет күні адамдар жаңағыдай келіп сенен жақсы амалдарыңның сауабын алған кезде оразаның сауабын ала алмайды деп түсіндірген екен ғалымдарымыз. Енді ораза ұстау кімге парыз? Ең алдымен ораза ұстау бұл мұсылманға парыз. Яғни мұсылман емес адам қанша ораза ұстаса да оның оразасы бәрібір дұрыс саналмайды екен. Себебі иман, ислам, мұсылман болу бұл ең бірінші шартынан болып саналады екен. Екіншіден, ораза кімге парыз дейтін болсақ, бұл балиғат жасқа толған кісіге парыз. Алайда біз балаларымызға, қыздарымызға 7 жасынан бастап, 9 жасынан бастап үйрете берсек болады екен. Мысалы, бала тәрбиесінде осы әдемі көмектеседі. Бәрібір бала таңғы ас ішеді, одан кейін түскі асты ішеді. Дәл осы кезде балам бүгін ораза ұстайық деп, оған бір сондай мотивация беру арқылы оның да бір кішкене ораза деген құлшылық екендігін, Рамазан айында ораза ұстайтындығымызды көрсету үшін осылай жасасақ болады екен. Ал балиғат жасты біз қыздарда етеккірдің келуімен, ал ұл балаларда даусының өзгеріп, осындай белгілері арқылы анықтайды екенбіз. Үшіншіден, ораза ақыл-есі дұрыс адамға парыз. Яғни жынды болумен ораза, намаз секілді парыздар мойнынан түседі екен. Және де оразаны атқаруға қабілетті қылатын шарттар бар. Ол әрине денсаулық, яғни денсаулығы жарап тұрған адамға ораза ұстау парыз. Бұл жерде жүкті әйелдер мен емізулі әйелдер осы категорияға кіреді. Яғни жүкті әйелдер мен емізулі әйелдерге ораза ұстауға тыйым жоқ. Алайда денсаулықтарында кінәрат болатын болса, немесе ораза ұстау
ішіндегі балаға немесе анаға зиян тигізетін болса ғана оразадан босатылады, алайда кейін қарызын бәрібір өтеу қажет болады, яғни мойнынан түспейді екен. Екінші, ол тұрғылықты болу, яғни сапардағы адамға оразасын ұстамай кейін қазасын өтесе болады. Ал егерде сапарыңыз оңай болса, онда ораза ұстауыңызда тұрған ешқандай тыйым жоқ. Үшінші, бұл әйел кісінің ай сайынғы келетін хайз немесе босанғаннан кейін келетін нифастан таза болуы. Яғни сіз қаншалықты тақуалығыңыз артып, осындай үзір халіңізде ораза ұстағыңыз келсе де, сіздің оразаңыз дұрыс болмайды. Алайда кейін сол күндердің біз қазасын өтеуіміз керек болады. Тіпті сіз ораза ұстап жүріп 5 минут қалған кезде де сіздің етеккіріңіз келіп қалатын болса, онда сол күнгі оразаның қазасын өтеу қажет болады. Енді оразаның дұрыстығына қатысты шарттар. Бұл бірінші ниет. Яғни мен қай оразаны ұстап жатырмын деген ниетті анықтап алуымыз бұл шарт болып саналады екен. Мысалы, нәпіл оразаны біз ниеттенбесек болады, дүйсенбінің оразасы, бейсенбінің оразасы деген сияқты. Алайда егерде біз Рамазан оразасын ұстайтын болсақ, немесе қаза оразаны ұстайтын болсақ, немесе нәзір оразасын ұстайтын болсақ, онда бізге ниетімізді анықтап алу маңызды. Сол үшін де біз айтамыз, нәпіл ораза мен қаза ораза, немесе нәпіл ораза мен парыз оразалар біріктіріліп екі ниетпен ұсталмайды. Біз нақты қай ораза екендігін айырып алуымыз керек, және ниеттің уақыты ол түнде. Парыз оразаларды ұстайтын кезде, мысалы Рамазан айының оразасын ұстайтын кезде, мен таң атпай жатып, немесе түнде жатар алдын не істеуім керек? Әр күніне ниеттеніп жатуым бұл шарт болып саналады екен. Ниетті ауызбен айту шарт емес, ниетті ауызбен айту ұнамды болып саналады, алайда негізгі ниеттің орны ол жүрек. Ал енді нәпіл оразаға келетін болсақ, нәпіл оразаның уақыты жоқ. Мысалы, түске дейін бір кісі аш жүрген болса, және сол күні ораза ұстау керек екенін біліп қалса, онда ұстап кете берсе болады. Алайда парыз оразаларға келген кезде біз таң намазының уақыты кірмей тұрып, түннен бастап ниет етуіміз бұл оразаның негізгі шарты болып саналады екен. Екінші, оразаның дұрыстығына қажетті шарттар бұл оразаның бұзылмауы. Яғни оразаны бұзатын нәрселерге біз қазір жеке тоқтайтын боламыз. Алайда сол оразаны бұзатын амалдарды жасамайтын болсақ, онда біздің оразамыз дұрыс болып саналады екен. Оның ішінде ең негізгісі әрине біле тұрып ішіп жеу, бұл оразаның дұрыстығын бұзады. Сол сияқты біліп тұрып ер мен әйелдің жақындасуы, бұл да оразаны бұзады екен. Үшіншісі негізсіз болмауы. Яғни бұл деген сөз, мұсылман емес адам қанша ораза ұстаса да, оның оразасы дұрыс болып саналмайды екен. Енді оразаның түрлеріне тоқталайық. Ең алдымен оразаның түрлері ол бірінші парыз оразалар. Парыз оразаларының өзі ішінде бөлінеді. Ол бірінші Рамазан айындағы ораза, яғни ол парыз. Ол мойыннан жоғарыдағы шарттар орындалмаған кезде ғана түседі. Екінші парыз оразаның түрі бұл нәзір арқылы парыз болу. Нәзір дегеніміз, яғни Алла тағаламен келісім шартқа отыру арқылы. Мысалы айталық, мен айтамын, Аллахым, егер менің балам жазылып кететін болса, мен сен үшін 3 күн ораза ұстап беремін деген сияқты мен Алла тағаламен бір келісім шартқа отырсам, және Алла тағала өзінің келісімін орындайтын болса, яғни балама шипа берілетін болса, онда мен сол 3 күн оразаны ұстап беруім парыз болады екен. Бұл жерде уақытпен шектемеу, қатарынан 3 күн деген сияқты оны өзіңіз шешесіз. Бұл жерде бастысы адам атқара алатын құлшылықты өзіне міндеттеуі керек болып саналады. Ал харам нәрселермен нәзір жасалмайды. Мысалы, балам жазылып кетсе, мен 3 күн арақ ішем деген сияқты нәзірлер орындалмайды екен. Келесі парыз оразаның түрі бұл каффарат үшін ұсталатын ораза. Яғни бір нәрсенің бір күнә жасап қоятын болсам, мен сол күнәнің орнын жуу үшін ұсталатын ораза. Мысалы, егерде адам Рамазан айында біліп тұрып ішіп жейтін болса, немесе біліп тұрып ер мен әйел жақындасатын болса, оларға кафарат өтеу міндетті болады. Үзбей 60 күн ораза ұстау қажет болады. Бұның да үкімі парыз екен. Сондай-ақ оразаның келесі парызының түрі бұл оразаның қазасы. Яғни Рамазан айының қазасын өтеуде бұл парыз болып саналады
екен. Сол себепті біз нені білуіміз керек? Ең алдымен парыз оразаларды білуіміз керек. Екінші, нәпіл оразалар. Бұл дүйсенбі, бейсенбі күні немесе ашура күні, әр айдың 3 күнінде ораза ұстау. Бұл нәпіл оразалар болып саналады. Оны адам кез келген уақытта ұстай берсе болады екен. Ал енді үшінші оразаның түрі бар, ол макрух оразалар. Макрух дегеніміз ұнамсыз оразалар. Бұл арнайы жұма күні ораза ұстау, немесе арнайы айт күндерінде ораза ұстау. Бұның үкімі макрух, ұнамсыз. Ол күндері ораза ұстауға болмайды. Егер Рамазан айына сай кеп қалмаса, немесе бір нәпіл оразаларды қатарынан ұстап келе жатқан күндерге сай кеп қалмаса, онда арнайы жұма күні деп ораза ұстауға болмайды. Енді осы жерде мына мәселеге тоқталып кеткім келеді. Шариғат ашуға рұқсат еткен, алайда қазасын өтеуді талап ететін жағдайлар бар. Мысалы, сапарға шығу оразаны ашуға рұқсат етіледі, алайда оны кейін қазасын өтеу керек болады. Немесе соғыс жағдай, яғни шайқас кезінде оразаны ашуға рұқсат етіледі, алайда кейін қазасын өтеу керек болады. Немесе жүктілікке байланысты, денсаулығының сырқатына байланысты оразаны ашуға рұқсат етіледі, алайда оның кейін қазасын өтеу қажет болатын жағдайлар бар екен. Ал енді керісінше, оразаны ашу міндетті жағдайлар бар. Бұл адам өлім аузында жатса, немесе етеккірі, немесе нифасы келетін болса, ол адамдарға ауыз ашу керісінше міндет болып саналады екен. Енді ораза үзілмейді, алайда қазасы өтелетін жағдайлар бар. Ол біріншіден, таң атпады деп ойлап бір нәрсені ішіп жеп қою. Алайда дәл осы кезде сіз кейін таң атып қойғанын білетін болсаңыз, сіз сол күнгі оразаның соңына дейін ұстайсыз және қазасын өтеу керек болады. Сол сияқты күн батты деп, яғни ауыз ашатын уақыт болды деп біз бір нәрсені жеп қоятын болсақ, және де сол жеп қойған кезде де біз бірден тоқтатамыз, сөйтеміз де кейін күннің қазасын өтейді екенбіз. Немесе ауыз мұрнымызды шайған кезде, дәрет алып жатқан кезде су өтіп кететін болса, біз оразамызды ашпаймыз, бірақ кейін сол оразаның қазасын өтейміз. Немесе біреу сізді қинап ауыз аштыратын болса, аузыңызға тамақты тығып, немесе пистолетпен қорқытып ауыз аштыратын болса, ол кезде де біз не істейміз? Ауыз ашуға рұқсат етіледі, алайда кейін қазасын өтеуіміз қажет болады екен. Сол сияқты, егер де біз байқамастан тамақты жеп қоятын болсақ, және біз ораза екеніміз есімізге түскен сәтте біз бірден не істейміз? Тоқтатуымыз қажет болады. Ол күнгі оразаның соңына дейін жеткіземіз және кейін қазасын өтемейді екенбіз. Оразаны бұзатын жағдайларға тоқтайтын болсақ, ол ішіп жеу, ол жыныстық қатынас, ол етеккірдің келуі, ол күш беретін уколды салу. Сол сияқты осы жерде астма ауруымен ауыратын кісілердің де, мысалы, мұрынға дәрі тамызу, тамаққа дәрі тамызу деген сияқты дәрі егерде осы тамақтан өтетін болса, жұтылатын болса, онда біз сол күнгі оразаларымыздың қазасын өтеуіміз қажет болады екен. Және осы жерде оразаны бұзбайтын да жағдайлар бар. Ол ұмытып ішіп жеп қою, немесе ұйқы оразаны бұзбайды, хиджама, анализ тапсыру, УЗИге түсу оразаны бұзбайды, егерде УЗИді салған кезде ешқандай дәрі-дәрмек қолданбаған болса. Сүрме жағу оразаны бұзбайды, ер адаммен құшақтасу оразаны бұзбайды, алайда біз шахауаттың бөлініп кетпеуіне мән беруіміз қажет. Ауыз шаю, дәрет алу, мұрын шаю егерде жұтып қоймайтын болсақ, оразаны бұзбайды. Сол сияқты тісті жуу, яғни біз ол жерде шарт тіс жуған пастамызды жұтып қоймау және суды жұтып қоймау шартымен оразаны бұзбайды екен. Сол сияқты душқа түсу оразаны бұзбайды, қандай шартпен? Суды жұтып қоймау шартымен. Бірақ бассейнге бару бұл қауіпті болғандықтан, олдан сақтанған абзал, және баняға бару да адамды әлсірететін болғандықтан, ол нәрседен де сақтанған абзал болып саналады екен. Сол сияқты анализ тапсыру, бұл да оразаны бұзбайды, және сүлік алдыру да оразаны бұзбайды. Шаң, шыбын-шіркей, түтін сияқты нәрселерді жұтып қоюда оразаны бұзбайды. Темекі шегу бұл оразаны бұзады. Енді ол жерде жаңағыдай кейбір нелерде келу мүмкін, түтінді жұтпайым деген сияқты, бірақ оның темекінің өзінің үкіміне қатысты ғалымдарымыздың түрлі көзқарастары бар, сондықтан сақтанған дұрыс. Және ең қызығы, темекіні тастауға ораза күшті көмектеседі. Өйткені таңнан кешке дейін шыдайсың, ары қарай тағы да шыдап беру темекіні тастауға күшті мүмкіндік болып саналады екен. Гүлді иіскеу, әтірді иіскеу оразаны бұзбайды.
жүніп күйде таң атыру оразаны бұзбайды. Мысалы, ерлі зайыптылар жақындасқаннан кейін сәресінің уақытын өткізіп аламыз деп қорқып ғұсыл алмастан, ораза ұстайтын болса, онда олардың оразасы дұрыс болып саналады. Себебі ораза үшін ғұсыл парыз емес, алайда намаз үшін ол парыз. Естен танып қалу оразаны бұзбайды. Мысалы, бір адам кейде ойлау мүмкін, қазір мен ауырып тұрмын, оразамды ашып жіберейінші деп, бірақ ашпайтын болса, бұл да оразаны бұзбайды екен. Енді оразаны бұзуға қатысты талас бар, бірақ сақтанған абзал болатын жағдайлар бар. Бұл укол салу, система алу. Барынша ауыз ашқаннан кейін немесе ауыз бекіткенге дейін ол нәрселерді жасағанымыз абзал болып саналады. Сол сияқты, егер де сіз свечаны түнде қойып жатып, күндіз сол тампонмен немесе свечамен жүретін болсаңыз, ол да оразаны бұзбайды. Алайда сіз ауыз бекіткеннен кейін барып салатын болсаңыз, онда қолданатын болсаңыз, онда ол оразаны бұзады екен. Енді ораза ұстаушыға қатысты мұстахаб амалдарға тоқталатын болсақ, ол ең алдымен ауыз ашуға асығу. Яғни біз жаңағыдай ауыз ашатын уақытта тамақ дайындап жүріп алмауымыз керек. Керісінше ауыз ашуға асығу бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті болып саналады екен. Сол сияқты құрмамен ашу немесе сумен ашу, бұл да сүннет болып саналады екен. Және де сәресін ішу, бұл да ең маңызды ораза ұстаушыға берілген сүннет амалдардан болып саналады. Және сәресін кешіктіріп ішу. Кешіктіріп ішу дегеніміз, түнде ояу жүрдіңіз, сағат 2-де сәресін іштім деп ниеттен жатып қалатын болсаңыз, онда бұл макрух, яғни ұнамсыз болып саналады. Кішкене неге? Өйткені сәресін тұрып ішу, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқанындай, ода береке бар, және ол басқа кітап иелерінің оразасына ұқсамау үшін жасалатын амал болып саналады екен. Сол сияқты Рамазанда тек қана тамақтан, жыныстық қатынастан ғана емес, күнәлардан тыйылу, аузымызды тыю, көзімізді тыю, яғни тәнімізбен бірге ораза ұстауда бұл ұнамды амалдардан болып саналады. Және де ораза айындағы уақытымызды босқа өлтірмеу, бос әңгімемен кетірмеу, бұның барлығы оразаның сауабын толықтыратын амалдар болып саналады екен. Оразаға қатысты негізгі білімді алдыңыздар деп ойлаймын. Құрбыларыңызбен, жақындарыңызбен міндетті түрде бөлісіңіздер. Ол кісілер де осы нәрселерді біліп жүрсін. Сұрақтарыңыз бар болса, төменде комментарийге қалдырсаңыздар болады. Келесі кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.